естімей қалдым ба, жоқ сіздердің айғайлағаныңыздан естімей қалдым ба? Әрқайсыларыңыз өздеріңіз үшін бір қол шапалақтап қойыңыздаршы. Не үшін қол шапалақта дейміз? Өйткені Алақан қызған кезде бүкіл денелеріңізге жаңа қан жүгіреді екен да. Жақсы нәрсе де Алақаннан, жаман нәрсе жаман. әттеген-ай деген нәрсе де Алақаннан. Әттеген-ай дейтін нәрсе де Алақаннан. Өйткені біз қолмен береміз, қолмен аламыз, бір-бірімізге қол ұшымызды беріп жатамыз. Дәл қазіргі кезде мына бүгінгі күні беріп жатқан дүниелердің барлығы ол сіздер үшін жасалынған дүние, сіздерге қызмет етіп жатыр. Осы жерде жаңа сіз айттыңыз ғой дейме? 20 метрлік жердің құдіреті деген жер. 20 сантиметр жердің құдіретін ай деп айтты деді ғой. Сол сияқты сол 20 сантиметр жерге шығу үшін осы жердегі бүгінгі сіздердің алдарыңызға шыққан адамдардың барлығы қанша күн, қанша түн дайындалды. Сондықтан менің алдымда сіздердің алдарыңызға шыққан адамдарға бір қошемет. Енді менен кейін болатындарға бір қошемет. Егер де жақсы болмаса оқып шықпай қояды. Қатты болмаса шықпай қояды. Неге мен олай деп айтып жатырмын? Өйткені адамды еліктіретін, артынан лестіретін адам болады да. Еліктіріп кету, артынан лестіріп кету деген кезде біз кез келген адамдар өзі анамыздың құрсағынан келеміз ғой. Біреудің себептігімен, біреудің демейші, әкеміздің. Егер де мен әкеме ұқсамасам басқа біреудікім ба деп ойлап қалатын едім. Қызметінен, құдіретінен дүниеге келеміз да. Ары қарайда бізді алып кететін адамдар болады. Сол сияқты бұл бизнесқа алып келетін адам болады. Содан сен ары қарай жетелеп кететін адам болады да. Ел болмаса сол алып келген адам жетелейді. Ол тастап кетсе, негізі айтады ғой, көкек настарын иттербеші, әкеледі, жаңағы жұмыртқасын біреудің ұясына тастайды да кете береді. Анау көкек болып шыққан кезде, мен әкелген деп шыға келеді. Сондықтан бизнесқа мені алып келген бір адам бар. Жалпы мен бизнесқа алып келген адам, басқа адам. Но осы сетевой бизнестің дәмін сездірген. Мен неге сетевой бизнес, сетевик деген сөзден қорқатымын да. Соны қорққан соншалығы 2 жылдай мойындамай жүрдім ғой. 2 жыл мойындамай жүрдім. Өйткені білем, алдымен алданып қалдым, сетевой деп ойлаған жоқ қой. Мен ойладым, бизнесқа келдім деп қойдым ғой. Сөйтіп жаңағы қарасам сетевой, мә шақыру керек, шақырып жатырмын. Соны енді басқа біреулер келген кезде елдің бәрі мен сияқты екен да, сетевойдан қорқатын. Біреудің аузы күйген, біреуді естіген дегенсін, менің аузымда күйген жоқ, естіген де жоқ, әйтеуір білмеймін. Ананың анауы сетевойдан бір нәрсе болып тұр екен десіп алсам керек қой. Сол сетевойдан қашып жүрдім. Бір күні тема берді маған. Мен сетевик деген. Ана не істеді, жош кеткенсің ғой. Айжақан мен ол теманы ашпай, мен десіп айтады да. Сіз осы темаға дайындалып көріңізші. Егер де бір апта берейін деді, егер де сіз жоқ мен ашпаймын десеңіз, онда сол кезде сөйлесейік деді. Бірақ мен сізге сенемін деді да. Сіз мықтысыз. Осы бір ғана не тұрды да, осы тақырыпты қарашы деді. Через не хочу, через не могу. Ананы дайындалдым ғой. Сөйтсем барған сайын жақсы көріп баратыр. Содан кейін бір аптадан кейін айтады ғой маған. Не болды дейді мен. Шығам менде тема дайын деймін ғой. Ол тема негізі вообще болмаған тема болатын да. Сонда мен сетевик деген темаға шыққан кезде шын мәнінде мен өзімнің көлеңкемнен қорқып жүрдім да. Көлеңкеменен қорқу керек қой. Сөйтіп мен сетевик деген сөзді айтуға мүмкіндік берген. Сетевой бизнестің кереметін көрсеткен. Жалпыдан өмірде де, білімде де,
бизнеста да, достықта да, команда құруда да, система құруда да, жалпы өзінің ғана емес, өзгелердің жақсылығын жасауға бағыт бере алатын менің наставнигім Айжан Нұғманова. Мен ойлаймын, ол кісі осы жерде отырған кезде сен соншама промоушн бергенде бе чапалақ осы ма дейтін еді. Рахмет. Алла разы болсын. Промоушн жаңа осы жерде айтып жатты ғой, сіздердің барлықтарыңыз теманы промоушнды алдыңыздар, бизнесіңіз басталады, сізге қызмет етіп бастайды, сіз наставнигіңізді промоушнмен сата алған кезде. Егер де сіз наставнигіңізді промоушнмен сата алмасаңыз, онда сіздің бизнесіңіз, сіз бизнес сізге емес, сіз бизнесқа жұмыс жасап жүресіз да? Бизнес бар деп жүре бересіз, жүрші. Бизнес сізге менің хозяиным бар деп жұмыс жасамайды. Сондықтан промоушнды наставникке жасауды бірінші күннен үйренгендеріңіз жөн болады. Енді қараңыздар, мен сіздерге Гүлкен ханым бар ма? Бір ұрсайын деп едім, шығып кетті. Гүлкен ханым деген мені алды да тастай суға тастай салды ғой. Мынандай теманы берді да, инвестиция және жүйе деген. Система и инвестиция деген, бәріміз қазақша білеміз ғой, Иә. Мен айтпысы орысша айтайын ба деп едім, жоқ. Жоқ. Қазақша. Я же русскую школу скончался. Осы теманы берді, шын айтам ғой, Гүлкен ханым деп сөйсем, осы теманы ашыңызшы, керек деді. И жарайды, жақсы дедім да, ананы Құдай сақтасын, осы сетевойда инвестиция деген бәле жоқ екен. Инвестор деген бәлелер бар. Инвестиция, бизнеста, инвестиция, атақ. А именно сетевойда инвестиция деген ол бар ғой, біздің Речинск қана бастап жатыр екен. Мен осында жаңалық көрдім. Қараңыз, сетевой бизнестағы инвестиция менен біздің инвестиция, біздің Речинск инвестициясы, сол екеуісі бүгін сіздерге ақтер көктер болып түсіндірейін. Енді қараңыздар. Так, келесі. Инвестицияның категориялары мынандай болады. Қазір мен сіздерге көмек сұрайын. Сол кезде көмекке дайындалуға қажет болатын бір 3 адам керек болады. Сол 3 адамды мен іштеріңізден таңдап аламын. Но қазір тыңдаңыздар. Инвестицияның мынандай категориялар болады екен. Жалпы инвестицияның, материалдық инвестициялар, қаржылық инвестициялар, материалдық емес инвестициялар деген болады екен да. Және біз бұған дәл осы слайдқа қазір қайтадан қайтып келеміз. Енді қараңыз. Осы келесі. Мына 3 сұраққа жауап жазыңыздаршы. Инвестиция не ойлайсыз? Инвестиция деген кезде не ойлайсыз? Жазыңыздар, дәптерлеріңізге кәдімгі жазыңыздар. Айтады ғой, мына қалам менен қағаздың ортасында құдірет бар, орындалатын дейді. Инвестиция дегенде не келеді ойларыңызға, не ойлайсыз? Екінші, қандай инвестицияларыңыз бар? Үшінші сұрақ, инвестор қандай болу керек? Осы сұрақтың кез келгеніне жауап берем десеңіздер де болады, әр қайсына жауап берем десеңіздер де болады. Осы сұрақтар жазып алсаңыздар, кейін содан толығырақ үйге барғанда жауап бересіздер. Но қазір кез келген біреусіне жауап берсеңіздер болады. Кім дайын? Қол көтеріңіздер, немесе аяқ көтеріңіздер. Аяқ көтерген кезде біліп қойым, өйткені көз битеп қалады да. Көріп қалмаса екен дегенде. Сіз екеуіңіз? Сіз, кел. Бағана қорқытып алғым. Кел. Бағана, коридорға шықсам, секрет, осы не дейді? Шынын айтам деп, сырын айтып берем, сырын айтам деп, шынын айтып сонда бір нәрсе дейді. Тағы бір адам келе ме? Жоқ, жарайды. Осы үшеуіңіз дейік. Енді
бірінші сіз қол көтердіңіз. Так, сізге мынандай бақыт иесі болып тұрсыз да, қалағанына жауап бересіз. Инвестиция дегенді менің түсінігімде қаржы қосу деп ойлаймын. Сіздің қосып жатқан, мен мысалға өзім денсаулығыма қаржы қосып жатырмын, өзімнің біліміме қаржы қосып жатырмын. Мысалға компанияның өнімдерін алып жатырмын, ертең үлкен аурудың алдын алу үшін былайша айтқан кезде қазір өзіме жайлап сау кезімде мен өзіме қарасам, өзімді күтсем, айласам, болашақта мен сау денелі болып, әдемі болып қартаямын да. Бұл да өзіме қосып жатқан қаржым. Ал білім дамуым үшін, өзімнің өмірімді қолға алуға, бала-шағама бір тәрбиелі ана болу үшін, өз өмірімде өзімді қолға алу үшін тоже білімге инвестиция қосып жатырмын. Қайсысына жауап беріп тұрсың? Екеуісіне жауап бердің бе? Екеуісінің біреусін қайсы қайтарып жіберейін? Қайсы қайтарып жіберейін? Жарайды енді, бақыттың басын айналып, не айтарым білмей қалдым ғой. Тұра, осы жерде тұр, осы жерде тұр, кет қама. Сізге де екінші болғандығыңыздан қалау өзіңізді. Мен біріншісі айтайын ба? Айта бер. Мен де сол әзірше өзіме білім алып жатырмын. Сосын денсаулық айтады ғой. Енді ана дені сау болса, бала-шағаның дені сау болады, келешек. Больная мама никому не нужна дейді ғой. Қандай инвестициялар бар? Енді әртүрлі бар. Енді болашақ балдарымызды да білімді қылсақ, ол да инвестиция. Недвижимость алуға болады. Жаңағыдай өнімге инвестиция, өзіңе доход болады. Жақсы, тамаша. Бір нәрсе айтайын десем, көзіңіз бетіп тұрды, сол жау жүрмей деп қорқып. Тиіспеймін мен, тиіспеймін. Так, енді сіз. Айта беріңіз. Мен түсінемін. Қазақша сөйлегенмен мен түсінемін, түсінігім бар. Анақта кім түсінбейді, орысша? Мен тоже скончался. Да? Точно түсінесіңдер ме? Оны бір 5 минутқа бақесеңдер болды. Бірінші вопросты уже девчонки хорошо сказали. Инвестиция – это вложение, да? Теперь, қандай инвестициялар бар? Это вложение в первую очередь в себя, потом в продукцию, потом в себя вложение, в продукцию. Еще раз себе, еще раз. Да. Ну и инвестор, қандай болу керек, это уже деловые качества человека. Айта беріңіз. Сіз не айтсаңыз да түсінбейді бәрі. Грамотный, уверенный, настойчивый, целеустремленный. Еще вот такие вот. Все прилагательные можно перечислять. Тамаша. Так, сізде отырмаңыз, ана жерде тұрыңыз. Шошаңдаған өздерің, сондықтан. Так, енді қараңыздар. Осы біздің арамызда мықты инвестор бар ма? Ең мықты инвестор. Мықты бар ма арамызда? Арамызда? Осы жерде. Бар ма, жоқ па? Айтыңыздар өздеріңіз. Иә? Енді нағып айтпайсыздар. Иә, мен. Ал енді қолдарыңыз көтеріңіздерші. Кім? Мен инвестормын дейді, солар қолдарын көтерсін. Мен инвестормын дегенде қолдарын көтерсін. Қорқпаңыздар, мен соттамаймын. Ақша да сұрамаймын, инвестор екенсіз ғой, маған берші деп. Так, сіз екеуіңіз инвестор емессіздер ме? Қараңыздар, өздеріңіз қабылдамайынша, өзіңіз жақсы көрмейінше, сізді ешкім жақсы көрмейді. Сіз өзіңізді инвестормын деп, өзіңізге мойындамай тұрсаңыз, біреу не үшін сізді мойындайды? Жаным, Роза, сен инвесторсың деп айтпайды ғой? Өйткені ол өзін мойындамай тұрды, мен өзіне қимайды инвестор болуды. Келесі немнен ашайықшы. Қараңыздар, жалпы қараңыздар. Мына жерде айтты қыздар, сол жерде тұрасыздар да? Сол жерде тұрасыздар, сонан кейін бар. Осының қайсысына келсесіз, соған бір шақ жылжисыздар. Енді қараңыз, өзіне инвестиция дейді да? Сіз үшеуіңіз өздеріңізге инвестиция жасап жатсыздар ма? Я десеңіздер? Мына кім бірінші келеді, сол өлең айтады. Так, енді қараңыз, денсаулықтарыңызға инвестиция жасап жатырсыздар ма? Инструменттер алып инвестиция жасап жатырсыздар ма?
егер де мен жаңағы мына бірінші келетін өлең айтады демесе бұлар бүйтіп аттайтын еді да ұшақтап жете салады еді да жаңағы айтқаннан кейін ақырын аттап жатыр. Имидждеріңізге инвестиция жасап жатырсыздар ма? Так, қаржыларыңызға инвестиция жасап жатырсыздар ма? Финансовый. Қаржы, финанс, деньги. Кругом дедім, айналымда дедім. Енді қараңыздар. Дәл осы кісілердің жасағандары сіздерді жасап жатсыздар ма? Иә. Өзіңізге мен сіздерді құттықтаймын. Сіздер өздеріңізге инвестиция жасағансыздар. Яғни сіздер инвестор екенсіздер. Оказывается, инвестор екенсің ғой жаным. Жаңа қол көтермей қойып еді ғой. Сондықтан барғанға бірінші инвестицияны өзіңізге жасауыңыз керек. Мынандай сөз бар екен. Өзіңе инвестиция салу бұл сіздің ақшаңызды, уақытыңызды және күшіңізді кейінірек сізге пайда келетін жолға жұмсау жолы. Міне дәл қазір мына жерде әлі тіркелмеген адам болса да, жаңағы мына қыздардың айтқандарының бір-екеуі ғана бар болса да, сіз бүгін өзіңіздің біліміңізге инвестиция жасап келдіңіз да. Өйткені ол сізге кейінірек сізге жұмыс жасауы мүмкін. Кейінірек. Біреулер бетет, менде команда жоқ қой дейді да. Но сіз осы нәрселерді ала отырып, кейінгі командаңызбен жұмыс жасағанға өзіңізге білім аласыз. Біреулер айтады, ой, сол темалар қайталай береді, оқойшы, бармай-ақ қойшы дейді. Но біз алма ағашқа су құйғанда бір рет қана құямыз да, содан кейін жеміс күтпейміз ғой, қайта құямыз ғой суды. Өйткені ана су деген сіңіп кетеді ол тамырына барғанға дейін, тағы да суғарамыз. Қаншама күтімнен кейін ғана жеміс бермей ма? Сол сияқты білім алған кезде, міне білімге инвестиция жасаған кездеріңізде сіз соны повторение мать учения дейді. Қазақша біреулеріңіз қайталап беріңіздер. Бар білетін орысша болса. Сол сияқты мына білімді қайта алған кезде сіздер инвестицияны көкесін көресіздер. Мына жақта да сондай. Мына қараңыз, осы нәрсенің барлығы сіздер өздеріңізде бар. Енді кіммен бөліскің келеді сол бар дүниеңмен? Негізі қазақтан мынандай сөз бар. Сен қазақсың ғой? Қазақтан мынандай сөз бар. Барымен бөліссең көбейеді деген сөз бар да? Сенде бар ғой мынан бәрі? Так, енді кіммен бөліскің келеді? Кім айтты? Мен команда. Сен атың кім? Мұрат. Сіздің атыңыз кім? Жанар. Жанар емес қой, Мұрал ғой айтып жатқан. Мен бірінші бөліскім келеді жақындармен. Сосын барлық адамдармен. Бөліскім келеді. Так. Наставнигі кім? Мәзия. Бөлісіп жүр ма? Дәлелде. Қазір азғантай уақыттың ішінде бір ай болған жоқ, өзің айта қойшы. Жоқ, мен әдейі сұрап тұрмын. Дәлелде. Гүлке ханым, мен екеуісін байланыстырып жатырмын. Так, сіз айта беріңіз, дәлелдеңіз. Бір айға жетпейтін уақытта қазір астынан команда ілестіріп жатыр. Кәдімгідей адамдармен бөлісіп, Қытай жақтан қаншама кісілерге өнімдерді таныстырып, осы өзінің алған несін. Наставнигің айтқан сөзін дәлелде қанша қаржы тапты? 500 мыңдай ойым. Тамаша. Бір айдың ішінде. Тамаша. Қызғанып дәлелдеп берді. Мынасы дәлелденді, мынаусы дәлелденді, инструменті дәлелденді. Имиджі дәлелденіп тұр ма? Қаржысы дәлелденді ма? Тамаша. Біраздан кейін шақырам, қайқа кетіп қалма. Біраздан кейін мороженое бересің, отыр, 500 теңге қойсын, 500 мың. Енді сіздерге, енді сіз бері қарай келіңіз. Өзіңізді таныстырыңыз. Атым Нұрсауле, спонсорым Мансия ханым.
Аха, мыналардың бәрі бар дедіңіз иә. Осының ішіндегі біреусін дәлелдейінші осы жерде. Менде бар деп мақтандыңыздар ғой, мына дейін шығып. Мен тоже бір ай болды келгеніме, білімге құйып жатырмын. 3 стартым қол өтті. Бұрыннан жүрген кім бар? Осы компания ашылғалы жүрген. Жоқ, сізден басқа құнтар. Өле алмай жүрсіз дейсіз. Только не вы, да? Сіз қанша стартқа қатыстыңыз? Пассо. Бір айда 3-ге қатысты, 1,5 жылда 4-ге қатысты. Пассо. Молодец, ары қарай дейді. Мақтай береміз, мақтанай берші. Денсаулығыма енді көңілім бөліп ішіп жатырмын продукциясы. Так, денсаулығына көңіл бөліп ішіп жатыр екен. Ең алғашқы ішкен кезіңізді есіңізге түсіріңіз. Түсіріңіз ба? Айтыңыз. Енді ораза кезінде мен детокспен баобабты іше бастадым. Баобабпен детокс жарайды қойшы. Не, фругагомен ішкеніңіз бар ма? Есіңізде ма? Қайда іштіңіз? Басында мен өзім иісшілмін да. Біртүрлі болды, бірақ та артынан уже күшті болып Жоқ, бірінші күн иіскеген, есіңізге түсіріңіздер сөйтіп. демалмай іштім де. Ішіңізші, еске түсіріп. Күшті елестетіптер де. Енді қараңыз, артында команда бар ма? Әзірше жоқ болады. Жоқ, сіз бір айда 3 сатырға қатысқаныңыз үшін сізге бар уақыт молодец дейміз да. Әзірше жоқ болса да қошемет көрсетеміз. Қанша қарай жоқ тапсырдыңыз? 13.300. Бір неме сатыпты. Бір айда бір өнім сату, ол ерлік. Отыр. 6 айда бір өнім сатпай жүргендер де бар. Өзінің бағасына бересіз ба деші? Өлеген ақшасына жете алмай жүр. Енді мына ішінде қайсысын аласыз? Білем. Бірінді айтып қойшы. Денсаулық. Онды айтып қой. Инструмент. Ең қиынға келдіңіз да тоқтадыңыз. Ал енді айтыңыз. Қандай инструмент өзіңізге инвестиция жасадыңыз? Біраз демалып келсем болады енді. Ну, инструмент. Это моя продукция. Да, продукциямды алдым, саттым. Потом знания. Опять-таки, это мой инструмент. Оны бөлек аталап қойғанбыз ол. Үлкен апасының баласы ол. Хорошо. Инструменты. Инструмент. Ну, каталог даже электронный болсын. Электронный каталог. Потом инструмент, да. Жумабек Нашанов. Айгүл ханым естіген жоқ па масқара? Айгүл ханым естіген жоқ па? Это самый мощный инструмент. Сотқа кетіп, сотталып кетеміз. Адамды инструмент жасасаң, ойбай. Біз айтамыз ғой, ол мен қазақша сөзімді түсінбей қапты дейін саламыз ғой. Жақсы, рахмет, қинамай-ақ қойын, ә? Мен қазақша, ол орысша, екеміз один пошел 2 болып жатырмыз ғой теуіп. Рахмет. Енді қараңыздар. Осы инструмент деген нәрсеге біз көп бөлмей жатамыз да. Өзіңе инвестиция, мынаны бәрін түсінесіздер. Мына нәрсе инструментке біз кей кезде мән бермей жатамыз. Біз айтамыз. Мен дейміз, бизнес-ледимін дейміз да. Емес, қатырдық. Біліміз бар, денсаулық деген ұрып тұр. Таңертеңнен жүреміз, үйтеміз, бәрі жақсы да. Инструментке келген кезде ақсақ қаламыз. Неге? Өйткені мынандай ручка ұстасаңыздар, сіздің бұл имиджіңізді өзіңіздің компанияның ручкасы. Ал енді кей кездерде біз кей кездерде мынандан өтіп кеткен ручка ұстаймыз да, мына жаға тістеліп қойған тағы да.
мен нетіп жатқан жоқпын. Мына жақ тістеліп қойған, кетіп бара жатқан кезде балаңызға ей ручка бер дейсіз да, ручканы аласыз да кетіп қаласыз. Ол сіздің бір инструментіңіздің емес болғаны. Блокнот аламыз дейміз да, 12 беттік или 24 беттік дәптерді жұлып аламыз да, или ортасынан 2 бетті жұлып аламыз да кете береміз да. Ол сіздің инструментіңіздің жоқтығы. Сіз кездесуге барғанда, өзіңіз инвестиция жасаған кезде инструменттеріңізді дайындап алуыңыз керек. Ет асамыз деген кезде, етіміз жоқ, қазанға суды қайната бермейміз ғой. Ет асуға керек дүниенің бәрін аламыз ғой. Сол сияқты болу керек та. Сіздің өзіңіздің инвестицияңызда мына нәрселердің бәрі болу керек. Өйткені ол сізге пайда әкелетін жолда жұмсалады. Сізге болашақта пайда келеді, жұмсалады да. Кей кездерде осы нәрсеге мән беруіміз керек болады. Келесі. Енді ары қарай кеттік. Ең жақсы инвестиция бұл өзіңе салатын инвестиция. Бұл тәсіл арқылы сіз әрқашан болғыңыз келетін адам бола аласыз депті Уоррен Баффет. Бұл кәдімгі миллионер, миллиардер. Осының өзі не депті? Өзіңіз болғыңыз келе алатын болу үшін инвестицияны өзіңізге салыңыз дейді. Жаным, рахмет. Сенен басқа ешкім түсінген жоқ. Келесі. Енді қараңыздар, жаңа айттық қой, мына кімге үйреттің дедік қой, міне сіз инвестицияны саласыз кімге? Жаңадан келген новичокқа. Қандай инвестиция салады? Міне қараңыздар. Осы жерде ең мықты инвестор дәл қазіргі кезде. Міне осы жерде отырған ең мықты инвестор ол Гүлкен Машан. Өйткені новичокқа инвестиция салынады да. Ол кісінің жаңа алтын айттық қой, материалдық, финансовый, материалдық емес инвестиция деп. Міне, материалдық емес инвестор инвестиция салды. Оны қараңыздар. Не істейсіздер инвестиция салған кезде? Білім алуға бағыттайсыздар. Мен Стартголға шақырдым екен, инвестиция салып ұстадым, инвестор болды деген емес. Сіз шақырған бөлік, ол алған бөлік та, бойына сіңіріп алуы бөлік. Новичокқа қандай инвестиция саласыз? Білім алуына бағыт бересіз, уақыт бересіз. Вообще өмірде ең қымбат сыйлық ол уақыт. Егер де мен мына дүниені Гауһарға сыйласам, берді ме? Потом кейін ұнамай қалды, Гауһар қайтаршы. Қайтып алып алды ме? Кез келген нәрсені бере аласыз, қайтып ала аласыз. Но уақытты қайтып ала алмайсыз. Сондықтан новичокқа берілген тағы да бөлінген инвестицияңыз ол сіздің уақытыңыз. Келесі, инструмент. Жаңағындай дүниелеріңіз сізде бар болғаннан кейін, біз кей кездерде новичоктарға беріп жатамыз ғой. Блокнот беріп жатамыз, жаңағы каталогты беріп жатамыз, өнімдерді беріп жатамыз, міне, инструменттерді мүмкіндігінше папка жасау керек те, сол папкамен беру керек. Одан кейін осы имидж қандай болу керек екен. Мысалы қараңыздар, бізде свободный бизнес, свободный бизнес. Өкінішке орай кей кездерде орта жастағы апайлар, егде жастағы адамдар асығыспен жүреді или тағы басқа нәрседе жүретінде қалай болса солай жүре салады да, көршісінің үйіне келген сияқты келе салады да. Ал сіз шақырған адамыңыз міндетті түрде сіздің имиджіңізге қарайды. Шақырған адамыңыз. Қараңыз, сіз танитын орта, холодный, теплый контакт, горячий контакттар, олар сіздің өзгергеніңізді қай кезден бастап біледі? Имиджіңіз өзгергеннен бастап біледі. Роза келші. Розаның мына түріне қараймыз да, ана не еді? Араб елінің шейхінің бір
шешесі сияқты иә Иә. ал енді Розаның алғаш келген кездегі түрін кім біледі білесіздер ма мама болған шейхіңнен біздің жаңағаны енді айтпай ақ қояйын бірақ қазір 180 градусқа өзгерген да имиджі. Енді қараңыз бұрынғы Розаны танитын адамдар бұрынғы Роза шақырған кезде іштен иә дей салатын да тыңдамайтын да осы жерде Роза шақырған адам бар ма? Роза кем шақыр. Сіз келіңізші құдай-ау енді Розаны қаншалық танисыз? Розаны сәлеметсіздер ме? Розаны біз уже қанша жылдан бері 20 жылдай болып танымыз. 20 жыл таныдыңыз. Тоқта, осы жерде тоқтаңыз. Қызық болады. Міне, 20 жыл таниды. Иә? Сен бизнесқа келген қанша болды? 6 ай болды. 6 ай болды. Қашаннан бастап айттың? Бірінші кіргеннен бастап айттым. Неге 6 айдан кейін келдіңіз? Мен шақырған жоқ қой. 6 ай бұрын айтыпты. Өтірік айтпаңыздар. Айтты енді, шындап айтқанда ойландық та. Барсам бола ма? Сіз айтқандай бұл өзгерді. Біз де өзгереміз екенбіз, біз осындай істей аламыз ба екенбіз деп Міне, бітті. Отырыңыздар, рахмет. Бітті, мен темам бітті кетті. Міне қараңыздар, сіздерге сенбей жүрген адамдарға, новичоктар, сіздерге сенбей жүрген адамдарға сіз мынаны көрсете алмайсыз ғой, уақыт бөліп жатқанын, мынаны көрсете алмайсыз. Мынауыңыз арқылы көрсетесіз да. Өзгергеніңіз сізге сеніп келуге болады деген нәрсені, ал енді оған көмектеседі кім? Вышестоящий. Түсіндік па? Міне, сондықтан сіз бизнесқа адам шақырған кезде өзіңізбен емес, имиджіңізбен шақырасыз ба? Кей кездерде былайынан болады. Шақырамыз, менде командамда бір келіншек болған, бір күні ашуланып отырды, соттасын жұқылап отыр, ашуланып. Не істеп отырсың? Мен өсесім айтады. Мына бір оңбағандар шақырсам келмейді деп өшіріп жатыр да. Олар оңбаған емес дедім. Сен оңбағансың. Ол не жасығы бар сен? Неге ол саған кем дегенде жүгіріп келу керек дейді? Сонда ол не тындырды? Қазір бір жерде бір магнум ба, бір жерде әйтеуір мынандай мамандық бар ғой. Назат талаптар, мына жерге назат талаптар, мына жерге қойып жүреді ғой. Не дейді сол мамандық бар екен ғой? Жоқ, қалай десеңіз. Супервайзер что ли, да? Жоқ, басқаша екен. Олар Құдай тағала ат беріп қойды. Мерчендайзер, да. Мерчендайзер, иә. Құдай, сондай ат беріп қойды. Сондай мерчендайзер болып жүр да. Енді қараңыз, өзінің имиджі мама. Но ана звондағанда келмеген адамдарға ашуланып өшіріп отыр да. Роза 6 ай бұрын айтқан келмеді, но жарайды, жақсы, аманда, сол 6 айдан бері сізге ренжіп қойшы яр деген жоқ па? Амандасып жүре берді? Амандасып жүре берді. Зато ол ележе шақырды да, өзгерді деді. Түсіндіңіздер ма? Арға кетті. Тоқта, мына новичокқа тоқта. Новичокқа инвестиция бұл көшбасшының уақыты мен күшін кейінірек командаға пайда келетін жолға жұмсау. Осыны сіңдіріп алыңыздар да, новичокқа инвестиция салу, ол сізді көшбасшы ретінде уақытыңыз бен күшіңіз кейінірек сізге пайда келетін нәрсеге жұмсау. Келесі. Енді қараңыз, кіріс деген бар, шығыс деген бар. Егер де сіз көлік аяйтын болсаңыз, көлікке бензин бір рет қана құйып қойып арқаға құймай қойсаңыз, не болады? Қай кезде тоқтайды? Бензинді бітіргенде тоқтап Бензинді бітіргенде тоқтайды. Енді бензин бітіп қалған кезде, құйған кезде, бітті, бензин бітті, тоқтады, құйдыңыз, не болды? Точно? Жүрмейміз, конечно. Машина айдайтын адамдар бар ма? Точно жүре ме? Бензин тоқтап қалып, сіз құйдыңыз, арқа жүріп кете ме? Жүрмейді. Я, наверное, до пустого не доводила. Енді қараңыз, бензин таусылып қалды, заправкаға әлі бар. Сіз не істейсіз?
итересің, біреуді сұрайсың, біреуге айтасың, барып бензин әкелесің, құясың, иә? Содан кейін ғана барып жүреді. Ал егерде кім сияқты? Ардақ сияқты бензин совсем таусылып қалғанға дейін күттірмеймін деп бітейін деп қалғанда құйып қою, бітейін деп қалғанда құйып қоятын бар ғой, қараңыз. Кіріс. Новичоктарға кіріс жасап отырасыз да, бензин құйып отырасыз да. Сәпсін бензинді таусылып, қаңсып қалған кезде мама болады. Өйткені сіз өзіңіздің ішкі состояниеңіз жаңа барасыз, ойбай, анау қорықпады, не істейін дейсіз да? Анау қорықпады, анаған айтсам бүйтеді, негатив жинамапты масқара, не істейін, Гүлкен ханым дейсіз да? Сол Гүлкен ханым айтады, енді новичокпен жұмыс жасауды үйреттік қой Сартыңолда, не қалап жүрсің дейді. Осы алады да келеді. Сондықтан қараңыз, кіріс пен шығыс тең болу үшін стабильность болу керек та. Постоянный подход болып тұру керек. Постоянный онымен байланыс болып тұру керек. Енді қараңыз, ол мынандай екі белестен тұрады. Бірінші белес, сіз келген адамменен жаңағы инвестицияны жасаған кезде, онымен не істейсіз? Жоспар құрасыз. Оны осы жерден көрсетіп жатыр, үйретіп жатыр. Екінші, соны практикаға айналдырасыз. Жаңа осы жерде көрсетті, не істеді? Анаға шығарып жіберді, енді сезім деді ғой. Не? Қайға барып келдіңіз де жаңа Дубайға. Дубайдан келеді қан кезде. Сезініп, орындықты сүйреп келеді. Е? Жоқ енді. Қараңызшы, мама ғой. Или мен жынды, или сіз жындысыз. Жоқ, сезініп, е? Ол не деген сөз? Оны практикада көрсетіп үйретіп жатыр да? Е? Ол бір рет қана. Одан кейін барып, ол не істеледі? Талқыланады. Бірінші белес, первый этап сіздерде жоспарлау, практика және оны талқылау. Енді екінші белестен ол уже біраз неге жетіп қалды. 500 мың теңге айына табатын жағдайға жетіп қалды. Жөтелмей тыныш отыр. Енді оған Мәнсия не істейді? Мәнсия айтады, командамен жұмыс жасауын керек дейді. Командамен жұмыс жасауын керек десе, ол айтады, мен уақытым жоқ дейді. Мен білмеймін қалай 500 мың теңге тауып алғанымды, қалай Қытайға айтқанымды білмеймін. Бірақ мен уақытым жоқ дейді. Сол кезде айтады, сен командамен жұмыс жасауың керек дейді. Екінші этапқа шығуың керек дейді. Ал екінші этапқа шығаратын кезде ол не істейді? Системаға кіргізіп жібереді да. Сартыңолға, осындай обученияға сондайға кіргізіп жібереді да. Мынандай не бар екен? Қыран бүркіт балапандарын мықты ма, мықты емес па, қанаты қатты ма, қатпады ма, соны білу үшін не істейді екен? Жаңағы ұясынан құлатып жібереді екен. Сол кезде жаңағы қалқып ұшып кететін болса, бітті. Ары қарай ол өзін көріп кетеді екен да. Егер де ұшып кете алмайтын болса, аузымен ұшып жұлып алады екен да, қайтып әкеп қояды екен. Тағы біраз қанатын қаққанын, қатайғанын күтеді екен. Сөйтіп екі рет жасайды екен. Үш ретінде де ол жасамай қоятын болса, онда оны қағып алмайды екен да. Өйткені қазақта сөз бар ғой. Болар бала какашкасынан дейді. Сондай сияқты системаға кіргізіп жібереді да, одан кейін ол какашкасы айбаттап алып шығады. Енді ғана инвестицияның мақсаты, сетевой бизнестағы инвестицияның мақсаты, сіз кірісіңізбенен сізге келетін шығысы тең болу керек та. Бізде кей кездерде мен өзімде де бар сондай қателік. Кіріс, шығыс жоқ та, кіріс. Сен бір уақытта шаршап кетесің да, кетші дейсің ғой. Құлақша қарай, кетеліш. Мынандай сөз бар ғой қазақта. Кәрі қыз бала таппайды, бала тапса қояр жер таппайды дейді. Бір адамды шақырып аламыз да, одан кейін ойбай соған ана жерге ойнап оған болмайды, жұмыстан жібермей жатыр, бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр дейміз да, сол бір күн оларды аузына тарс еткізген кезде айтасың, нем бар еді уақытым бәрін кетіріп дейсің да. Сондықтан қараңыз, сізге кіріс көп болған кезде сізден шығыс та көп болады. Ол инвестицияны жаңа мен неге Гүлкен ханымды айттым, өйткені осыдан бір жыл бұрын Гүлкен ханым
Гаухардың барахолкаға кетіп бара жатқан есімде де, Гаухардың бір адамына баруға. Рас қой? Иә, барды. Сонда келгеннен кейін сөйлесу сөйтіп отырғанда айтады да, екеуісі сөйлесіп сөйтіп. Так, Гаухар, Гүлке ханым сөзі. Гаухар, егер де сен просто өнім сатуға баратын болсаң, мен сенімен бармаймын деді. Адам тіркеп, командаға адам әкелуге баратын болсаң, мен барам деді. Гаухар не істеді? Тыңдады, ары қарай міне жемісін көріп отыр. Сондықтан кіріс қандай, шығыс сондай болу керек. Келесі. Сіздің болашағыңыздың негізінен өзіңізге инвестиция салуға дайындығыңызбен, қаншалық дайынсыз, қабілетіңізбен анықталады. Сіздің қабілетіңіз бөлек, салуыңыз бөлек болатын болса, осы жерде нелер бар ма? Фаундер пакет иелері бар ма? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Қараңғы, 13, 14, 15. Міне, менде бар ма? Отырған адамдардың ішінде 15-і ғана фаундер пакет иелері, Ол не деген сөз? 80/20 жұмыс жасайды. Сіздің әрекетіңіз, қабілетіңізбенен өзіңізге инвестицияңыз 20% сізге ұйықтап жатқан кезіңізде жұмыс жасайтын болады. Өзіңізге, мынаны жаңа айтып кеттім, келесі. Табыс жеке адам. Адамда қой. Табыс жеке даму деңгейінен сирек асып түседі. Джим Рон. Сіздің, қараңыз, сіздің даму деңгейіңіз бар ма? Даму деңгейіңізден табысыңыз 10 есе асып түспейді. Сіздің даму деңгейіңіз қандай болса, табысыңыз содан аз ғана асады да. Мысалы, қараңыз, ешқандай обучениеға келіп жүрген жоқ, ешқандай стартапқа келіп жүрген жоқ, ешқандай нәрсеге келмей жүрген адамның табысы Гүлке ханымның табысындай ма? Демек, не деген сөз? Сіздің даму деңгейіңізден табысыңыз тең болады. Ал инвестицияңыз сіздің осы табыс табуға бағытталған дүниеңіз. Өзін-өз дамытуға инвесторлар ең жоғарғы дивидендтер әкеледі деген екен Деваши Мрида деген. Бұл кісі Американың инвесторы, дәрігер, бизнесмен, ғалым адам, не деп тұр? Ең жоғарғы дивиденд, табыс әкелетін дивиденд, ол сіздің инвестицияңызға. Енді қараңыздар, біздің компанияда фаундер пакет сіздің инвестицияңыз. Солай ма? Инвестицияңыз. Енді тағы да инвестициялық мәселелер қозғалып жатыр, инвестициялық мәселелер. Ол не деген сөз? Тоқта, оның алдында. Енді ол не деген сөз? Мына қараңыз, сіздерге бұлай дейді да, мынандай сіздерге табыс әкелетін кранды беріп тұр да. Бізге осы кранды беріп тұр. Енді осы кранды ашып қоясыз ба, жауып қоясыз ба, өз қалауларыңыз. Ал егер де сіз бұны, бұл қай уақытта жабылады? Сіз жұмыс жасамаған кезде жабылады да. Жұмыс жасаған кезде ол ашық болады. Кран сізде постоянно ашық болу деген, ол сіз фаундер пакетіңізді алдыңыз, инвестицияңыз жасадыңыз, командаңызды өсірдіңіз, одан кейін жаңағы нені ашып қойдыңыз да, осындай суға, мынандай суға қолыңызды шайып отырсыз. Барлықтарыңызға тек қана білімге, өздеріңізге, новичоктарыңызға, командаларыңызға, инвестиция жасауларыңызға тілектеспін. Сіздермен бірге болған Шолпан Қасымжанова. Шолпан супер, Шолпан класс, Шолпан высший пилотаж, Шолпан